Сәлеметсіздерме? 2025 жылғы 15 шілдеде Қазақстан Республикасының президенті салық кодексіне өзгерістер енгізетін заңға қол қойды. Аталған өзгерістерге сәйкес 2025 жылы активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны біріншіден сайланбалы және мемлекеттік лауазымға кандидаттар мен олардың жұбайлары. Екіншіден, банктердің сақтандыру ұйымдарының және бағалы қағаздар нарығының ірі қатысушысы мәртебесіне үміткерлер және олардың жұбайлары. Үшіншіден, жеке практикамен айналысатын тұлғалар, яғни нотариустар, адвокаттар, сот орындаушылары, медиаторлар. Төртіншіден, цифрлық активтері бар Қазақстан Республикасының азаматтары мен резиденттері. Бесіншіден, шетелде мүлкі бар тұлғалар тапсыруға міндетті. Оған жылжымайтын мүлік, көлік, жер, шетелдік компаниялардағы үлестер, шетел банктердегі 1000 айлық есептік көрсеткіштен асатын шоттар, инвестициялық алтын, тұрғын үй құрылысындағы үлестер, шетелдік эмитенттердің бағалы қағаздары мен туынды құралдары, шетелдік брокерлік шоттардағы қаражат, авторлық және зияткерлік меншік нысандары, құжатпен расталған дебиторлық, кредиторлық берешек және қалауы бойынша бағалауы бар 1000 айлық есептік көрсеткіштен асатын өзге де мүлік жатады. Назарларыңызға рахмет, сіздердің МКД.